Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Ұзынағаш ауылындағы номер 1 мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Сарбаева Анар Сламбекқызы. 8А сыныбындағы қоршаған ортадағы энергия ресурстары тақырыбы бойынша қазақ тілінен өткен сабаққа өзін-өзі бағалауды ұсынбақпын. Сабақты ең алдымен ұйымдастыру үшін оқушыларды түгендеп, үй тапсырмасын орындап келген жұмыстары тексерілді. Ашық журналда оқушылар жұмысы белгіленді. Сабаққа назар аударту үшін зейін шоғырландыру мақсатында тәрбиелік мәні бар мәтін оқылды. Мәтін арқылы оқушылардың бойына ұлттық құндылықты дарытуға бағытталған талдау сұрақтары қойылды. Сол арқылы сабақтың тақырыбы мен сабақ мақсаты айқындалды. Сабақ мақсатына орай оқушыларға тапсырма берілді. Алдымен 4-ке саналу арқылы топқа бірігіп, сот талдау әдісі бойынша топтық жұмысты орындады. Оны барлық топ қорғап шықты. Сонымен қатар коммуникативтік жағдайда полилог, диалог, монолог құру тапсырмаларын сәтті орындап отырды. Әр тапсырмадан кейін өзара топтық, жұптық, жеке жұмысқа өзара және мұғалім кері байланысы берілді. Және ашық журналға оқушының жинаған балы белгіленіп отырды. Сабаққа оқушылар белсенді қатысып отырды. Ерекше білімді қажет ететін оқушы топ ішінде, жұптық жұмыста сыныптасы арқылы көмек алса, жеке жұмыста мұғалімнің көмекші құралдары арқылы көмек алды. Монолог құру тапсырмасын орындай алды. Екінші мақсат жеке жұмыста көрініс тапты. Оқушылар әдеби тіл нормалары, бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді монолог құру кезеңінде өз шығармашылық жұмыстарында қолданып көрсете алды. Сабақ соңында оқушылар пирамида әдісі бойынша рефлексия жазып, оқып өткізді. Сабақ жүйелі өтіп, мақсатына толық жетті. Сабақ соңында ашық журналға жалпы жиналған балдары бойынша бағаланды. Үйге берілген тапсырманы орындаудың шарттары түсіндірілді. Сәлеметсіздер ме? Отырамыз. Енді бүгінгі сабақта кезекші кім бізде сыныпта? Амина, жақсы. Сыныпта кім жоқ? Қаратуали, Серғазалина, Қоғамбай Қарат. Енді балалар тақтаға назар аударайық. Баршамыз, бүгінгі сабақтың ұранын бәріміз бірге хормен айтамыз. Естілер сөзін ести білетін есті боламыз. Жақсы, қайталаймыз. Естілер сөзін ести білетін есті боламыз. Жақсы, бұл біздің бүгінгі сабағымыздың ұраны. Енді үйге берілген тапсырманы тексеруді бастайық, Үйге берілген тапсырма қандай еді? 3-ші тапсырма. Жақсы, 3-ші тапсырма. Жауап береміз. Күн, ай, жұлдыз, барлығы ғарыш компоненттері. Бұл жерде, жалпылауыш сөздер бізде күн, ай, жұлдыз, және де тоқтаңыз. Бұл жерде жалпылауыш мүше қайсысы? Қай сөз? Дұрыс. Бәрі. Ал бірыңғай мүшелеріміз? Күн, ай, жұлдыз. Өте тамаша. Жақсы. Орнымыздан тұрайық, топқа бірігеміз, Сол үшін біз 4-ке саналайық, Бірден санала кетейік. Бірінші. Ең бірінші мен сіздермен қазір қысқа ғана мәтін оқимын. Мұқият тыңдап отырамыз, Бір патша ең жақсы әрі көркем сөз айтқан адамға 400 динар берем деп жарлық шығарыпты. Келесі күні нөкерлерімен сапарға шығады. Жолда зәйтүн ағашының көшетін отырғызып жатқан 90-дағы қарияны жолықтырады. Қарияны аяп кетсе керек, оның жанына аялдайды. Патша оған: «Мына көшетіңіз жеміс
бергенше жоқ дегенде 20 жыл керек. Төріңізден көріңіз жақын қалғанда, жемісін көрмейтін іске неге арамтер боласыз, дейді. Сонда қария: бұрынғылар еккен ағаштың жемісін біз теріп жеген болатынбыз. Енді біз еккен ағаштан кейінгі ұрпақ жемей ме, дейді. Сонда патша: неткен әдемі сөз, дейді де қарияға 400 динар бергізеді. Енді тақтаға назар аударайық, осы жерде ойланамыз және табамыз. Мәтіннің идеясы қандай? Ақмарал. Жалпы менің ойымша, патша адамдарға айтты ғой, ең керемет, ең көркем сөз айтқан адамға 400 динар беремін деп. Сол ең керемет сөз арқылы адамның ойын, сана сезімін осы сөз арқылы білгісі келген деп ойлайды патша. Өте жақсы. Тағы да қандай ойларыңыз бар? Әлі де болса тәрбиелік мәні, тәрбиелік жағынан, тәрбиелік мән мағынасы жағынан. Ұлт тірегі, ел ертеңі өскелең өрен ұрпаққа аманат ретінде осы заттарды баптап, егіп қалдыру. Ендігі өскелең ұрпақтың қамын ойлау деген. Бар дүниені келесі бір ұрпаққа сол қалыпта аманаттап, сақтап жеткізу. Қазіргі адамзаттың борышы не деп ойлайсыздар? Баланы дұрыстап тәрбиелеу. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Енді қараңыздаршы, бізге осы тіршілік ету үшін жалпы не қажет? Тіршілік етуге не қажет бізге? Қоршаған орта, қоршаған ортадан біз не аламыз? Не аламыз? Қорек аламыз, азық аламыз. Бұл бізге азық не береді? Энергия айтады. Дұрыс айтасыздар. Күш береді, энергия береді. Міне, яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз қоршаған орта, қоршаған ортадағы энергия. Енді біз, сіздер білеміз, жалпы энергияны біз адамзат тағам арқылы алдық. Ал жалпы мына келіп жатқан жарық энергиялар қайдан келеді екен? Мысалы, олар үшке бөлінеді. Біріншісі су арқылы, екіншісі жел арқылы, үшіншісі күн арқылы. Үш энергия. Тағы қандай бар? Су жексен және де атомдық электрстанция. Дұрыс айтасыз. Және де теплоэлектрстанция. Өте жақсы. Оқу мақсатына сәйкес бағдарлама бойынша бізде сабақ мақсаты бар. Сабақ мақсатына назар аударсақ, коммуникативтік жағдаят дегеніміз өзара қарым-қатынаста болу. Өзара қарым-қатынаста болып, ғылыми, қазір мен оқимын мәтінді, сіздер тыңдаңыздар. Халықаралық терминдерді тересіздер, оларды өздеріңіздің диалогтарыңызда, монолог бір адамдың сөзі, диалог қанша адам? Дұрыс айтасыздар, 2 адам. Полилог? Дұрыс айтасыз, 3 немесе одан да көп адамдар арасында. Осылай өздеріңіз ойларыңызды жүйелі дәлелді жеткізесіздер, және сөйлем ішінде біз сіздермен бүгінгі өтетін айқындауыш мүшені қайтеміз? Жазатын боламыз және түсінетін боламыз. Оқушылар, енді қазір бірінші тапсырманы орындамас бұрын бізде тыңдалымның алдында тапсырма беріп қойын сіздерге. Сіздер тыңдай отырып, мәтіннің ішінен ғылыми және халықаралық сөздерді теріп жазасыздар. Қазір мен оқып жатқан кезде бірден қолдарыңызға бүгінгі күннің ретін, тақырыпты жаза отырып, тек қана тыңдап алыңыздар, бәріңіз қараңыздар, ғылыми сөздер және халықаралық сөздерді теріп аласыздар. Түсінікті ма? Енді тыңдалым мәтініне назар аударып, терминдеріңіз теріңіздер. Жел қондырғысы дегеніміз жел энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін қондырғы. Бұны жел қозғалтқыш деп те атауға болады. Енді жаңа теріп алған өздеріңіздің терген терминдеріңізбен сөз тіркестеріңізді және 150-ші беттегі мәтінді қолдана отырып, топтық жұмыс орындаймыз. Тапсырма, тақтаға назар аударасыздар қазір. Барлығыңыз тақтаға назар аударамыз. Бірінші,
Бізде су энергиясы. Я бірінші топ. Не істейсіздер? Суды талдау елімізге тигізер пайдасы, зияны, мүмкіндіктері мен қауіп қатерлері бар ма? Бар болса біреу екеу өздеріңіз іздеп көресіздер. Келесі жел энергиясы, екінші топ. Үшінші топ болашақтың энергиясы, төртінші топ атом энергиясы. Құрметті оқушылар, тақтаға назар аударып алыңыздар, қалай бағаланасыздар. Бірнеше пайдасы туралы айтасыздар, зияны туралы пікірін білдіресіздер, мүмкіндіктерін көрсетесіздер және қауіп қатерлерін жазасыздар. Уақыттарыңыз белгіленді, 5 минут жұмыс бастаймыз. Бізге берілген тақырып су энергиясы. Біз су энергиясының пайдаларына ол еліміздің энергияны береді және елдің экономикасын жақсартады деп алдық. Ал келесі кезекте зияндарына келетін болсақ, су эрозиясын тудырады, яғни жердің құрғап кетуі немесе жердің құнарлығын жоғалтуы сияқты батпақ лай болып кетуі мүмкін. Келесі кезекте мүмкіндіктері. Жел энергиясының келешегі зор. Экологиялық жағынан таза, қоры еш уақытта таусылмайды, арзан әрі тиімді. Жел энергиясы арқылы желкенмен бұрындары жүзген. Берілген тақырып болашақтың энергиясы. Біз оны күнде алдық. Күннің Атом электростанциясының пайдасы: бір атом станциясы бір қаланы энергиямен қамтамасыз етеді, және Қазақстан уран бойынша бірінші орында. Біз енді жаңалықта орындаған тапсырмаларыңыз бойынша, екінші тапсырма топтық жұмыс бойынша сабақ мақсатымызда полилогта өз ойымызды дәлелдеп, жүйелі жеткізуге тырыстық. Келесі тапсырма енді бізде қалып тұрған сабақ мақсаты не? Диалог. Жақсы. Енді бізде келесі диалог бойынша орындайтын тапсырмамыз. Назар саламыз. Сіздердің барлықтарыңызда бар. Мынау мұнай, мұнда тұрған газ және көмір. Сіздерде кітаптарыңызда да беріліп тұр. Кітаптарыңызды ашсаңыздар, 152-ші бет түгел ашамыз. 152-ші бетте де дәл осы кесте бар, тек қана сіздерде мына су энергиясын қолдану пайыздылығы бізде төмен екен. Су энергиясы, яғни гидроэнергетиканы бізде пайдалану 2% мөлшерді ғана қамтиды екен. Осы берілген диаграмманы қолдана отырып, өздеріңіз диалог құрастыр. Яғни сіздерде бірінші орындайтын тапсырмаларыңыз бағаланған кезде диалог құрған болсаңыз, ол диалогта диаграммамен тыңдалым, жаңа тыңдаған ақпараттарыңыз бар ғой, және мына өздеріңіз оқыған оқылым бар. Оқылымдағы ақпараттарды қолданасыздар диалогта, міндетті түрде. Үшінші тақырыпқа сай болады. Тақырыптарыңыз қандай? Энергоресурстарын тиімді пайдалану. Осы тақырыпқа сай болу керек. Және тыныс белгілеріңіз диалогқа тиісті, білесіздер ғой, қандай тыныс белгі қойылады? Алдынан сызықша қойылады. Осыдай тыныс белгілеріңізді дұрыс қоя отырып, сауатты жазамыз. Жақсы, бастаңыздар жұмысты, жұптық жұмыс. Тоқтатамыз, диалог аяқталды. Енді жұптар оқимыз. Сәлем, Алишер, қалайсың? Сәлем, Ақмарал, қалайсың? Жақсы, өзің? Мен де жақсы. Ақмарал, энергоресурстарға не жататынын білесің бе? Жалпы энергоресурстарына бізде мұнай, көмір, газ энергия, ядролық энергия және гидроэнергия жатады. Жалпы сен осы гидроэнергия әлем бойынша пайызы неге төмен екен білесің бе? Жоқ. Сен осы энергияларды дұрыс пайдалана аласың ба? Мен суды үнемдеп, үйдегі жарықтықты сөндіріп жүремін. Жарайсың. Ал менікі ондай емес. Мен үйде энергияларды дұрыс пайдалана алмаймын, жарықты көп қосамын, суды көп қолданамын, көп пайдаланамын. Осы үшін әлеміміздің энергиясы көп дамымай жатыр деп ойлаймын. Енді жалпы осы. Сау бол. Сау бол. Барлық диалогта, оқылған барлық диалогта
сіздер өздеріңізге берілген тапсырманы қадам-қадаммен дұрыс құрай алдыңыздар. Диалогтар құралды, және ол диалогтар диаграммаға, тыңдалған, оқылған ақпараттардың барлығы қолданылды, және де тақырыпқа сай жазылды. Өте тиімді, керемет ұсыныстар да айттыңыздар. Өздеріңіздің жіберіп жатқан кемшілік қателіктеріңізді де осы энергия ресурстарын үнемдеу жағынан ойларыңызды білдірдіңіздер. Үшінші тапсырма, соңғы тапсырма орындаймыз. Бұл жерде жаңа қараңыздар, сабақ мақсатына сәйкес біз сіздермен жаңа не құрадық? Қараңыздар, диалог құрадық, я? Енді бізде мақсатта не тұр? Монолог. Соңғы монолог тапсырмасын енді біз сіздермен соңғы өздеріңіздің беретін 10 сөйлемдеріңізбен аяқтаймыз. 10 сөйлем болады. Мына ақпараттарды қолдана отырып, кез келгенін бірін алсаңыз, бірі қалсын. 10 сөйлем болса жеткілікті. Және де қараңыздар, тағы бір айта кететін дүние, айқындауыш мүше. Айқындауыш дегеніміз, қарайық, тақтаға назар аударамыз. Сіздерде кітаптарыңызды ашыңыздар. Кітаптарыңыздың 151 бетінде тұр. 151 бетті ашамыз түгел. Көрдік па? Жақсы, ереженің бірінші сөйлемін дәптерімізге жазып алып жатайық. Жазып аламыз түгел. Қазақ тілінде бізде әдеби тіл нормалары бар. Әдеби тіл нормаларында біз білеміз бірыңғай мүшелерде. Бірыңғай мүшелердің ережесі қандай еді? Кім айтады? Қол көтеріп жіберейік. Есімізге түсіріп. Бірыңғай мүшелер. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері бір сұраққа жауап беріп, бірдей қызмет атқарады. Бізде қазақ тілінде әдеби тіл нормалары бар. Өткен сабақта сіздермен бірыңғай мүшелерді өткен болатынбыз. Жалпылауыш мүшені өткенбіз. Енді міне алдымызда сөйлемнің айқындауыш мүшелері тұр. Сөйлемнің айқындауыш мүшелері бізде 3 түрлі болады. Қосалқы айқындауыш, өздеріңіз көріп тұрғандай, қосарлы айқындауыш және оңашаланған айқындауыш болып 3 түрге бөлінеді. Қараңыздар, мына жерде біз деген сөз тұр, я? Біз деген сөзді, жастар деген сөз одан ары нақтылап, айқындап аша түсті. Біз дегеніміз кімдер екенін білдіріп тұр, ашып көрсетіп тұр. Қарттар ма, үлкендер ма, жастар ма деген сияқты. Бұл айқындап тұрған себептен, сонда бізде оңашаланған айқындауыш, ол жастар деген сөз болады екен. Жастар деген сөз оңашаланған айқындауыш және оның екі жағына болашақ энергиясын жасаймыз. Соңғы тапсырма монолог құру, я? Монологта сіздер мына жерде беріледі. Қазір кестені алдыларыңызға қоямын. Кесте бойынша монолог жазамыз. Ол жерде диаграмма, тыңдалым ақпарат қолданамыз. Және де міндетті түрде айқындауыш мүшелерді қатыстырамыз. Мен тексерген оқушыларда монологқа қатысты олар өздерінің тапсырмаларын орындай алды. 10 сөйлем, ол 10 сөйлемнің ішінде 3 айқындауыш мүшелерін қатыстырды. Және ол 3 айқындауыш мүше және де басқа да 10 сөйлемдері мына берілген кестеге сәйкес келеді. Біз сабағымызды сіздермен керемет бір сөзбен бастағанбыз және сол керемет сөзбен аяқтаймыз. Сабағымыздың ұраны не еді? Естілер сөзін ести біледі, ести оламыз. Дұрыс айтасыздар. Естілер сөзін ести білетін ұрпақтар шығады деп ойлаймын сіздермен. Бүгінгі сабақтарыңызға көп-көп рахмет.